Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін сіздермен бірге супер влажный болып шығатын жұп-жұмсақ, керемет универсалды бисквит дайындайтын боламыз. Бұл бисквитті торттарға да кез келген және де трайфлдарға да қолдансаңыздар болады. Ең бірінші біз ыдысымызға жұмыртқамызды және де қантымызды салып аламыз. Жақсылап тұрып, екі қоспамыз ағарып көпіргенге дейін миксермен араластыратын боламыз. Бізде екі қоспамыз жақсылап ағарғанға дейін міндетті түрде араластыру керек болады. Қазір сіздерге көрсетемін қандай болу керектігін. Міне менде осылайынан ағарып көпірді. Енді қазір үстіне сүтімізді қосамыз. Одан кейін күнбағыс майын және де бөлме температурасындағы тұрған сары майды қосатын боламыз. Сары майымыз міндетті түрде бөлме температурасында болу керек. Барлық қоспамызды жақсылап тұрып араластырамыз. Оған дейін құрақ қоспаларын дайындайтын боламыз. Ол үшін алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды саламыз. Міндетті түрде барлық құрақ қоспаны електен өткізіп алыңыздар. Түйіршіктер болмауы керек. Одан кейін какао қосамыз. Келесі кезекте біз үстіне разрыхитель, яғни қопсытқышымызды салып, осы үш құрақ қоспамызды қасығымыздың көмегімен араластырып аламыз. Енді қазір осы құрақ қоспамызды сұйықтығымызға аз бөліктен салатын боламыз. Мен шамамен 3 бөлікке бөліп салдым. Осылай міне араластырып аласыздар. Одан кейін қайтадан жарты бөлігін салып, қайтадан араластырып, соңынан 2 немесе 3 бөлікке бөліп араластырыңыздар. Сол кезде бізде бисквитіміз жұмсақ болып шығады. Сонымен қатар біздің бисквиттің влажный және де жұмсақ болуына әсер ететін бірден бір құрам, ол бізде яблочный уксус, яғни алмалы уксусы болып табылады. Біз оны ең соңында қамырымыз дайын болып қалған кезде қосамыз. Одан кейін өте қатты көп араластырмаймыз, бірнеше рет қана араластырып аламыз. Сонымен бізде сұйықтығымыз дайын болды. Қараңыздар, міне сіздерде осындай сұйықтық пайда болуы керек. Енді мен қазір осы сұйықтығымды, бисквитімді пісіріп алатын боламын. Менде 2 форма, мен осы бисквитпен сникерс тортын дайындаған болатынмын. Егер сіздер трайфл жасайтын болсаңыздар, үлкен пешіңіздің 4-1 формасына сесеңіздер де болады, немесе осылай мен секілді формаға құйып торт жасасаңыздар болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 30-35 минут пісіріп алдым. Пешіңіздің қуатына байланысты көресіздер. Сәл салқындатып, осылайынан міне формамыздан босаттым. Енді өзіме қажет формада мен 4 бөлікке бөліп алдым. Біздің универсал бисквитіміз дайын. Видео сізге ұнады деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.